Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгін сіздерге керемет жаңалықпен бөліскелі отырмын. Бізде кардиологияда жиі қолданатын препараттардың бірі статиндер, ол холестерин түсіретін, холестерин деңгейін төмендететін препараттар. Осы статиндер сүт безі қатерлі ісігін, өлім жітімі мен қайталануын 20%-ға төмендететіні анықталып отыр. Бұл жаңалықты Окленда университетінің ғалымдары көптеген зерттеулердің қорытындысы бойынша British Journal of Cancer'ге жариялады. Бұл жерде негізі статиндердің, бізде білеміз, статиндер екі түрге бөлінеді: гидрофильді және липофильді. Статиндердің ішінде липофильді статиндер осы сүт безінің қатерлі ісігін азаюына және қайталануына, өлім жітімінің азаюына үлкен көмегін беретіні анықталып отыр. Бұл зерттеулерге 698.990 әйел адам қатысқан және 34 зерттеулердің нәтижесінде болып жатқан үлкен ауқымды зерттеулер. Сондықтан бізде онкологтардың да өздері сақтықпен статиндер беріп жатады. Осы жаңалық көптеген адамдарға көмегін тигізеді деген үміттемін. Ақпаратым пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарийға сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады.